Еңбексіз өмір сүреңсіз. Мысал әңгіме. Қарапшақ дүкеннен шығып, ас үйге келген соң тыным таппады. Нан турады, пияз аршыды, әйтеуір тамақ дайындалып ас қамдалса, қолдан түспейтін болды. Ол жалқау еді. Бала кезіндегі шалқайып жатсам деген арманы есіне түсіп, жылап далатын. Бір күні Қарапшақ ауыр еңбектен құтылудың оңай жолын тапты. Иесінің көзін ала беріп, еденнің жырғына қойды да кетті. «Болды», деді ол қуанып. «Енді еңбекті желкемнің шұқыры көрсін». Ай өтті, жыл өтті. Қарапшақ орнынан қозғалған жоқ. Оның қайда жатқанын ешкім білмейтін еді. Бір күні, «Ей, туысқан!» деген дауысқа елең етіп қараса, еденнің жарығынан жылтылдаған көз сығалап қарап тұр екен. Бірден таныды. Баяғы өзімен бірге жасалған сары пышақ. Өзі өте көңілді, жүзі жарқ-жұрқ етеді. Сұлуланып кетіпті. «Төмен секір», деді Қарапшақ. «Бірге жатайық. Бізді ешкім білмейді». «Ол жерде не бар?» «Жатамыз, ұйықтаймыз, демаламыз. Ой, қандай рахат!» «Ал жұмысты кім істейді?» «Жұмыс бізсіз де істеледі». «Рахмет», деді сары пышақ. «Еңбектен қашқанша тер төгіп өлгенім артық. Еңбексіз өмір сүреңсіз. Өзің ақ жата бер, рахатыңа бата бер». Қарапшақ орнынан тұрайын деп еді, тұра алмады. Өне бойын тот басқан, барлық жері сынып бара жатқандай сезінді.